Қош келдіңіздер менің арнама. Қазір уақытта мен трак драйвер болып жұмыс жасап жатырмын. Фура айдаймын. Точка А-дан точка Б-ға бару туралы толық видео түсіргім келіп тұр. Қазір уақытта мен түсіріп жатыр, груз түсіріп жатыр. Мен груз примерно осылай түсіріп алады. Бұлай түсіру жалпы өте аз негізі. Примерно мынандай өте аз кездеседі. 100-дің примерно 5-еуі кездесетін шығар, жалпы айтқанда өздері түсіретін. Көп жерде специальный гаражға барып тоқтаймыз. Қазір уақытта менің айдап жүргенім осы трак. Таныстардың компаниясы жалпы айтқанда осы солардың трагы. Company драйвер болып жасаймын. От гросса примерно 30% алып жатырмын қазір уақытта. Қазір мына точка Б болып есептеледі. Қазір точка А-ға барамыз. Сосын груз аламыз, сосын ары қарай точка Б-ға барамыз. Трак Freightliner 2019 жылға. Кішкене осындай іші деген жалпы айтқанда. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Груз шықты. Лас-Вегастан Техас жаққа барам. Ай жерде навигаторға тереміз. Ремень тағамыз. In 1/4 mile, turn left on West Sunset Road. Қазіргі уақытта Лас-Вегас қаласына келе жатырмын, жаңа груз алу үшін. Лас-Вегас Америкада почти уже 100-150 жылдай болған шығар, может быть. 100 жыл железно болған қала, казино ойнайды осы жерде. Жылына қалаға примерно $5 миллиард ақша түседі чисто казинодан. Көбінесе предпринимательдар, бизнесмендер айтады осы Лас-Вегас туралы жалпы. Жалпы біздер жұмыс жасаймыз дейді, басқа ел, басқа қалаларда, Нью-Йорк, Калифорния. Лас-Вегасқа келіп, ведро, шелек ақшамызды әкеліп құямыз деп айтады көбінесе көп бизнесмендер. Осы Лас-Вегасқа құяды ақшаны. Примерно $5 миллиард жылына. Теңгемен есептегенде білмеймін қанша болатын. Целый городты сатып алуға болатын шығар, кішкентай қаланы сатып алуға болатын шығар жалпы айтқанда. Сол Лас-Вегас қазір груз алуға келе жатырмын. Мына Лас-Вегас. Мына жерде жолда ремонт жасап жатыр. Ар жағында мынау Лас-Вегастағы ең главный басты проспектлардың бірі, басты көшелердің бірі. Кинолардан көрсеңіздер, может быть, көрген шығарсыздар не кейбір зданияларды. Біздер көбінесе тракпен, жалпы айтқанда жүк машинамен біздер қаланың ішіне кірмейміз. Осында отдельно кольцевой көшелер болады, осы кольцевой жолдар болады. Сол кольцевой жолдармен айналып жүреміз көбінесе. Қаланың ішінде редко кіреміз, жалпы айтқанда. Бірақ мен қаланың ішіне кіріп көрмеппін немен, үлкен машинамен, тракпен. Жүк алатын компанияға келдім, жүк алатын жерге. Мына компания WGP Shipping Area дейді. Осы жерде чекин жасаймыз. Типа бізге SMS-пен или Telegram-мен не жібереді.
bill типа документ жібереді, анда документте жазылып тұр там алатын номер, доставка жасайтын номер жазылып тұрады, пикап номер. И сол пикап номерді айтасың, и олар саған айтады, короче, там 39, 40, там 38-ші есікке бар дейді. Мына трак қазір 38-ші есікте тұр. Типа осындай дәу склад, кез келген склад. Почти барлық 90% Америкадағы складтар осындай. Есікке тақаймыз, и все, өздері тиеп береді погрузчикпен. Менің нем сағат 3-те алатын уақытым. Қазір уақытта сағат 10-нан 10 кетті примерно. Енді примерно 5 сағаттай күтемін осы жерде. Қазіргі уақытта маған звондады. Сағат 10-да келдім, 10:53 болды, примерно 1 сағаттың ішінде звондады. 38-ші есікке тақады. Енді қазір уақытта сол 38-ші есікке барып тақаймын. Бүйтіп қарап аламыз. Нормально. Сұрадым, бәрі жақсы деді. Осылай көріп, шығып, спокойно өздері тиеп береді. Күтеміз енді жарты сағаттан кейін қолымызға қағаз береді, сол қағазды алып жолға шығамыз. Тиеп болды. Тракты қазір алға қарай жылжытам. И ары қарай есікті жабу керек. Мынандай, короче, не аламыз, ременмен жүктерді бекітеміз, чтобы құлап кетпеу үшін. Мына осындай жалпы айтқанда. Мынау, короче, қазір уақытта сок. Мынандай ремен тартып қойдым, чтобы құлап кетпеу үшін артқа қарай. Мен ойынша құламайды деп ойлаймын. Есікті жабамыз. Трак паркингтан шығып келе жатырмын. Грузды Лас-Вегастан Техасқа апарып, Техастан қазір Массачусетсқа бара жатырмын. Зарплата туралы кішкене айтып кеткім келеді. Тракта дальнобойщиктар зарплата примерно қанша алады. Америка Құрама Штатында зарплата примерно 10 сағатына обычный жұмыскерлер, ресторанда істейтін, больницада істейтін, жалпы айтқанда сағатына алады. Сағатына примерно 10 доллардан басталады, 10-15-20 доллардың айналасында. Аптасына примерно 40 сағат істейді барлық жұмыскерлер. Ал тракта кішкене басқаша. Мына жерде көбінесе ең
бірінші төлейтін нәрсе ол примерно қанша километр жүрдің, соған байланысты ақшаңды аласың. Америкада километр деп айтылмайды, Америкада миль деп айтылады жалпы айтқанда. Бір мильда примерно 1 километр 600 метр. 600 метр, 1 километр 600 метр, 1 майл болып есептеледі. Примерно 70-80 цент төлейді, почти $1 деп айтсақ болады. Примерно 70 цент пен $1 айналасында төлейді компаниялар. Қанша майл жүресіз, қанша километр жүресіз, сонша зарплата аласыз. Зарплата аптасына орташа есептегенде в среднем где-то $2000-3000 алуға болады тракта. Постоянно істейтін болсаңыз, жақсы жұмыс жасайтын болсаңыз. И екінші зарплаттың түрі ол процентқа жұмыс жасау. Мысалы, от груздың 30%-ын аласыз. Мысалы, Лас-Вегастан, Техасқа дейін $6000-ға груз шығады. И сол $6000-дың сізге 30%-ын береді. Примерно айтқанда, $6000-ның 30%-ы қанша болады? Где-то $1700 примерно сондай аласыз 2 күнге. И ол 30% жалпы айтқанда. И или груз $5000 болатын болса, 30% $1500. Сол сияқты от груза жұмыс жасауға болады. Ал үшінші вариант, от груза примерно сондай тоже. Где-то $3000-3500, әрі кетсе $4000. Үшінші вариант ол тракты листқа аласыздар. Жалпы айтқанда арендаға трак аласыз. Бір компанияға кіресіз жұмысқа, и сол компанияның трагын арендаға аласыз. И арендаға барлық страховка, трактың өзі, дизель, бәрін сол компанияға төлейсіз. Ол примерно бір тракты арендаға аласыз, арендасы примерно аптасына $2000 или $2500 болады, бәрін қосқан кезде. И содан кейін за дизельға тоже ұстап қалады, сосын қалған ақша сіздікі болады. Аптасына $10,000-ға груз жасайтын болсаңыз, соның примерно сізге компанияға төлеу керек болады, $2500 тракқа төлейсіз, жаңа барлық страховкасымен, бәрімен. Может, кейбір жерлерде 1500-2500 айналасында жалпы айтқанда. И содан кейін за дизель тоже алып тастайсыз $2000-дай. Сонда примерно айтқанда $10,000 груз жасайтын болсаңыз, $10,000-ға бір аптада грузды апарған болсаңыз, соның $5000 сіздің қалтаңызда қалады. Жалпы сол арендаға. Ол үшінші вариантта аренда. Ал төртінші вариант ол трак сатып алу, жалпы айтқанда. Өзіңіз трак сатып аласыз. И ақша жинап, трак сатып алсаңыз, чисто почти барлық ақшалар өзіңізге қалады. Әрі кетсе, сіз трактың за ремонт өзіңіз жасайсыз, страховка өзіңіз жасайсыз. И побольше қалады. Примерно $10,000 жасайтын болсаңыз, аптасына сізге может быть примерно $6000-7000-дай қалу мүмкін, егерде сіз жақсы жұмыс жасап, и трагыңыз постоянно жақсы жүріп жүрсе. Примерно зарплат туралы осы жалпы айтқанда айтқым келген сіздерге. Бірақ менің айтқандарым ол тек қана мен білетін информацияны айтып жатырмын. Бірақ каждый компанияларда өзінің условиялары болады. Өзімнің жұмысым істеп жатқаным, жалпы айтқанда, мен басында 1 жылдай майлға жүрдім, километрға. Тоже зарплата примерно $3000-ның плюс-минусы болды. И қазір уақытта гроссқа жұмыс жасап жатырмын, 30% от гросса. Примерно гросс аптасына примерно $10,000-дай шығады. И то асықпай жұмыс жасағанда. Ал жақсы жұмыс жасайтын болсаңыз, мен кейбір балалардан естігенде гросс аптасына $15,000-ға шейін жасайды екен, жалпы айтқанда. 15,000 даже $18,000, $20,000 жасайтын балалар бар. Водителя тракқа право алу үшін міндетті түрде американский рабочий не болу керек, разрешение болу керек, рұқсат қағаз болу керек жұмыс жасауға. Содан кейін
оқуын оқып алу керексіздер. CTL оқуы болады. Егер де сіз Америкада жүрсеңіз, Facebook'тан, Instagram'нан жалпы айтқанда іздеп тапсаңыз болады школа. Филадельфия, Флорида. Русскоязычный школалар, мен білуімше, Филадельфияда, сосын Флоридада көп орналасқан. Сол штаттардан іздеп көрсеңіздер болады, егер де Америкада жүрсеңіздер. Ал Қазақстаннан келіп, сразу тракқа отыру мүмкін, бірақ кішкене уақыт керек, по-любому, примерно 3 айдан 6 айға дейін уақыт керек, сразу отыра алмайсыздар тракқа. Келіп, сразу кіре алмайсыз. Грин картыңыз болса, келіп, по-любому, міндетті түрде оқу керексіздер. Қазір уақытта сол трассыдамын, постоянно, почти Америкада там 70-80% жолдар трактың жүретін, осы фуралардың жүретін жолдары осындай, екі полоса, там встречный полоса, всегда осындай почти 70-80% жол осындай. Жолда заправка тоже көп, парковка тоже өте көп, гостиница керек болса, там қонақ үй керек, қонақ үй, дәмханалар керек болатын болса, жолда өте көп. Тағы да сұрақтарыңыз болатын болса, жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Менің осындай форматтағы видео тоже бірінші рет түсіріп жатырмын. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, каналыма қосылуды ұмытпаңыздар. Жүк түсіретін жерге келдім, склад осындай, номер 3-ші есікті берді. Заттар, материал алып келдім қазір уақытта. Бәрі жақсы, жалпы айтқанда жол керемет болды. Әкелген заттарды түсіріп алып жатыр. Қазір уақытта мебель алып келдім. Почти тиегенде де тура солай тиейді, түсіргенде де почти тура солай түсіреді. Разница жоқ. Разница тек қана басқа қалаларда болады. Қазір уақытта Массачусетста жүрмін, Бостон қаласында жүрмін. MIT, Гарвард университеттері орналасқан жер, жалпы айтқанда. Бүгінге осындай форматта жалпы лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өз ойларыңызды тоже қалдырсаңыздар болады. Барлықтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.